Наврозов Ғабит мырза сахна төрінде. Ал сізге осы сахна төрінде бүгін баспана сертификатын табыстауға рұқсат етіңіз. Баспанамыз құтты болсын. Құрмет қошеметіңіз құтты болсын. Ассаламу алейкум, қадірлі кеңпейіл қазағымыз. Атам қазақ айтады ғой. Алла тағала, атам қазақ айтады ғой. Алла тағала малыңды алса да пейіліңді алмасын дейді. Осы пейіліңізден алмасын, жетімін, жесірін, жатпаған қалыппыз. Алла тағала осы пейіліңізді ұзағынан сүйіндірсін. Сол пейіліңізге осыншама жерді берген, атамыз аманат еткен осы жеріңізге ие болып, осы қайырымды ісіміз ұзағынан сүйіндірсін. Мынау отбасы қарекет қоры, бізде өздеріңіз халықты қорғайланған 4 жылдығын олар атап өтіп жатса, Масари Қалыпақ биыл 5 жылдығын өтіп жатыр. Аллаға шүкір, сондай осындай қорларымыз көбейсін, жақсы істеріміз көбейсін осындай. Жақсыдан шарапат деген осындай жақсы істеріміз көбейіп, Алла тағала осында Ғабит деген бауырымыз 4 баласын өзі жеткізіп, осы келе жатқан бауырымызға бүгін нәсіп етіп жатыр екен. Осыған себепші отырған осы Масари Қалыпақ, аржағында Болат ағамызға, барша халыққа ең бірінші Алла тағалаға сансыз шүкір. Алла тағала ұзағынан сөйтіп, еліміздің болашағы жарқын болсын. Тәуелсіздігіміз баянды болсын, осы үйлердің сондай қуанышқа толсын іші. Осы 4 азаматтың ашылып отырған ертең елімізде осындай қайырымды сүйген ұрпақтардан жаманшылық болмайды. Өйткені олар қайырымдылық көрді. Сондықтан Алла тағала осы пейілімізді осы ұзағынан сүйіндіріп, елімізге осы қазақ елінің болашағын жарқын болсын. Амин айтамыз. Жақсы істеріңіз көп болғай, шаңырақтарыңыз жақсылыққа толы болсын. Қарекет қорының осы Салиха Ұрпақпен бірігіп беріп отырғанына 552-ші баспанасын сертификаты табыс етуге рұқсат етіңіздер Ғабит бауырымызға. Бәрекелді, 552-ші баспана сертификаты құтты болсын. Жақырайсам жардар, мінекей достар, сіз болып, біз болып, бүгін тағы да бір отбасына қуантқан жайымыз бар. Яғни бұл Қарекет қайырымдылық қорының 552-ші баспанасы алдарыңызда тұрған өзіміздің Ғабит ағамызға және оның отбасына табысталды. Жалпы Ғабит аға, өзіңіздің бір халыққа деген айтар алғысыңыз болса? Біріншіден Алла разы болсын баршаңызға. Аллаға шүкіршілік етеміз. Екіншіден осы Қарекет қоры бар, Болат ағамыз бар, сіздер барсыздар, Гүлмира тәтеміз бар. Бәріне алғысымыз шексіз. Осылай баспана қол жеткізіп отқанымызға өте қуаныштымыз. Сіздерге Алла разы болсын баршаларыңызға. Рахмет.